Сәлем достар, бұл видеода мен осы дворда Астанада Наурыз мерекесін қалай атап өткен толық айтып беремін. Бұл Наурыз мерекесінде біздер 3-4 дом болып бірігіп ақша жинап ұйымдастырдық. Бұл жерде тойды тамақтың 2 түрі да болды, би да болды, ойындар да болды, дастархан да болды, бәрі болды. Толығымен қазір бір-бірлеп бәрін толық айтып беремін. Қалай болды, қалай өткіздік, кімді шақырдық, не құрастырдық, бәрін толық айтып беремін. Толық қарап шығыңыздар. Біздер бұл Наурыз мерекесін 3-4 дом болып өзіміз КСК-дағы осы ұжым бәрі бірігіп өзіміз бір WhatsApp-тан чат ашып ұйымдастырдық. Бәріміз 3000 теңгеден жинадық. Бір 3 домны жинадық. 3 домның ішінде де бүкіл бәрі емес, кім барам, кім қосылам, кім осы Наурыз мерекесін бірге атап өтем дегендер ғана сол 3000 қосып, 3000 бергендер ғана бірігіп қосылдық. Оған үйде наурыз көже пісірдік, сосын далада мынандай отқа палау бастырды. Осындай жалауды, туымызды өзіміздің ілдік, әртүрлі безендірулер болды. Мынандай үлкен 2 баннер, наурыз мерекесі құтты болсын, осындай балаларға да арнап осындай баннер, 2 баннер ілдік. Біреуі наурыз мерекесі құтты болсын деген бір баннеріміз. Осы балалар өздерінің қол өнерлерін істеп сатуға арналған осындай баннер іліп қойдық. Балалар өздері үйлерінен әкеліп браслет, моншақ жасаған қол өнерлерін сатуға мүмкіндік болып столдарды қойып қойдық. Осы керек заттардың бәрін сатып алып, осы дастарханды молынан тақтып, бауырсақ та пісірдік. Мынау құрт көжені үйден пісірдік. Құрт, дастарханға керек бәр затты сатып алдық. Сосын 2 аниматорды жалдадық, балдарды әртүрлі ойындар ұйымдастырып, осы бүкіл балдарға қызық өтсін деп, осындай 6 бақанды акиматтан өзіміз алдырттық, сұрастырып ертерек. Сосын қыздарымыз қандай өнерлері болса, өнерлерін көрсететін деп, қыздарымызға өнері болсын, бие болсын, домбыра болсын, бәрін жариялап, кім неге ойнайды, кім не билейтінден бәрін шақырдық қыздарды. Круто! А теперь 3! Аспанның теңізген басқала, жарқырайды әрбір таң ала.